Екінші тарау. Соңғы жылдары бизнес саласында қызықты трендтер пайда болды. Бірінші тренд – ашық кеңсе концепциясы. Бұл саясатты Facebook, сондай-ақ басқа да көптеген силикон алқабындағы компаниялар қабылдады. Адамдарды ортақ кеңістікте жұмыс істеу арқылы көшбасшылар бір-бірінен үйрене алады деп үміттенеді. Екінші тренд – жедел хабар алмасу. Оның сөйлесуге еш қатысы жоқ. Оның мақсаты өнімділікті арттыру және тұтынушының уақытын үнемдеу. Соңында үшінші тенденция әлеуметтік желідегі белсенділікті сақтау. Мысалы, New York Times өз редакторларын, фотографтары мен жазушыларын Twitter аккаунтын ұстауға шақырады. Бұл үш тенденция өте парадоксалды, дейді Ньюпорт. Ашық кеңістік, лездік хабарлар және әлеуметтік желілерде болуы терең жұмыста алға жылжытпайды. Бірақ бірінші тараудан көріп отырғанымыздай, терең жұмыс адамдарға тиімді жұмыс істеуге көмектесетін нәрсе. Көп ұйымдар оны қолдамайды. Олар қолдайтын нәрсе байланыс мәдениеті. Бірақ неге бұлай? Себеп, Ньюпорттың пікірінше, бұл қазіргі уақытта ең оңай жолмен әрекет етеді. Әріптестерімізбен байланыста бола отырып, біз хабарлама жіберу немесе жаныңызда отырған адаммен сөйлесу арқылы көптеген сұрақтарға оңай жауап ала аламыз. Сонымен қатар, байланыс уақытымызды ұйымдастыруға көмектеседі. Дегенмен, монетаның екінші жағы бар. Бұл принцип бізді ұйымдасу мен жоспарлаудың қысқа мерзімді ыңғайсыздығына әкеледі. Адамдардың терең жұмыстан бас тартуының тағы бір себебі бар. Өнімді еңбек көрсеткіштерінің жоқтығы. Көбінесе білім қызметкерлері мен бірге жүретін жұмыстың екі ұшы шексіз сияқты әсер қалдырады. Ньюпорт түсіндіргендей, адамдар өнімділікті физикалық түрде көруге және өлшеуге болатын индустриялық дәуірдің санасына жүгінеді. Заманауи білім қызметкерлерінің шындығында бұл электрондық хаттарды жіберу және оларға жауап беру, жиналыстарды жоспарлау және басқа да көрінетін нәрселерді жасау түрінде болады. Бірақ әрине, бұл сізге терең жұмысқа қол жеткізуге көмектеспейді. Ақырында терең жұмысқа интернет культі айтарлықтай кедергі келтіреді. Мұны бағалау терең жұмыс қабілетін арттыруға болатынын және түсінуге көмектеседі, дейді автор. Үшінші тарау. Бұл тарауда Ньюпорт терең жұмысты үш аргумент тұрғысынан қарастырады: неврологиялық, психологиялық және философиялық. Тереңдікке арналған неврологиялық аргумент қатерлі ісік диагнозы мен ауыр өмірлік драмадан өткен ғалым жазушы Уинифред Галлахер зейін мен бақыт арасындағы қызықты байланысты тапты. Азап пен ауырсынуға назар аударудың орнына ол фильмдерге серуендеуге назар аударуды шешті, және бұл оның ойлағаннан да жақсы жұмыс істейтінін байқады. Зейінді басқару керемет болды. Жағдай әрқашан біздің сезімімізді анықтайды деген болжам біздің проблемамыз, дейді Ньюпорт. Дегенмен, біздің дүниетанымызды миымыз құрастырады. Бұл біз не нәрсеге назар аудару керектігін таңдай алатынымызды білдіреді. Бұл жұмысқа да қатысты. Автор айтқандай, неврологиялық тұрғыдан алғанда, таяз жұмыс күні сіздің назарыңызды аудартатын таяз нәрселердің көпшілігі зиянсыз немесе көңілді болып көрінеді. Бұған психологиялық дәлел көптеген адамдар бақыт релаксациядан келеді деп қателеседі. Бірақ жұмыс керісінше сізге рухани ләззат сыйлай алады. Мақсаттар, қиындықтар және ережелер сізді шыңдап жетістік сезімін сезінуге шақырады. Басқаша айтқанда, жұмыс ағын күйін тудырады. Бұл идеяны алғаш анықтаған психолог Михай Чиксент-Михай ағынды адамның денесі немесе ақыл-ойы қиын және құнды нәрсені орындау үшін ерікті күш-жігері мен өз шегіне дейін созылған күй ретінде сипаттайды. Ал ағын күйі сөзсіз терең жұмыс санатына жатады. Тереңдікке арналған философиялық дәлел ағарту дәуірін бастаған Декарттың скептицизмі шындықты іздейтін адамдар құдайдан немесе патшадан асып түседі деген сенімге негізделген. Адамдар ненің мәнді, ненің мағынасыз екенін анықтауы керек болды. Бұл тәртіп пен қасиеттіліктің жетіспеушілігінен туды. Дрейфус пен Келли барлығы жылтыр авторлары жоғалған қасиетті қайта ашудың әлі де жолы бар екенін түсіндіреді. Мәселе мынада:
Сіз жеке адамдардан немесе заттардан тыс мән табуға тырыспауыңыз керек. Керісінше мағынаның бар екенін олардың ішкі бөлігі ретінде қабылдауыңыз керек. Мысалы, доңғалақ шебері ағаштың қай бөлігі құнды екенін шешпеуі керек. Ол ағаштың өзі жалпы алғанда бағалы екенін білгені жөн. Жасаған ісіңді бағалау мағынаны ашады, ал мағынаны шығару терең жұмыстың мәні болып табылады.